Күн ысып, жаз келгенде дүкен сөрелеріндегі газды сусындарды көріп, зиянын білсек те өзімізді тыя алмайтынымыз рас. Бүгін барлығы жақсы білетін Кока-кола және энергетикалық сусындардың зияны мен пайдасын айтатын боламыз. Пайдалы арнаны қолдап тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кока атауы кокаин өсімдігі атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдері, есірткі және Кока-кола атты сусын алынады. Кока-кола сусыны 1886 жылы ақш-та ойлап табылған, әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Қазіргі таңда адам ағзасына, әсіресе жас балаларға аса қауіпті сусындардың бірі Кока-кола. Бұл сусын Американың брендіне айналып әлемге таралғаны соншалық, бұл газдалған сусынның дүние жүзінде секундына 8000 стаканы ішіледі екен. Егер жүргізілген тәжірибелерге сүйенсек, бір стакан Кока-колаға салынған кесеге біраз уақыттан кейін бүрісіп, кішірейіп кетеді екен. Дәрігерлердің пайымдауынша Кока-кола әсіресе балалардың бас сүйегіне, ойлау қабілеттеріне орасан зор зиян келтіреді. Көптеген компаниялар өз логотиптерін өзгерту үшін көптеген қаражат бөліп жатса, Кока-кола оған басын ауыртпады. Танымал жазу 1886 жылы бухгалтер Фрэнк Робинсонның тырысуымен пайда болды. Робинсон ойлап тапқан логотип қазірде пайдаланылып келеді. 1886 жылы кола алғаш сатылымға салқындатылған сусын ретінде емес, жүйкені тыныштандыратын сусын ретінде шыққан. Сонымен қатар Джон Пербентон өз сусынын импотенциядан қорғайтынын да айтқан. 1903 жылға дейін коланың құрамында кокаин бар болған. Кейбіреулер мұны тек аңыз деп ойлайды. Бірақ ол кезде кокаин тыйым салынған зат болмағандықтан газ жасау үшін кокаиннің жапырақтары пайдаланылған. Компанияның айтуынша Кока-кола әлемдегі ок сөзінен кейінгі ең түсінікті сөз екен. Әлемде бұл газдалған сусынды сатпайтын екі ғана мемлекет бар, Куба мен Солтүстік Корея. 2012 жылға дейін бұл тізімде Мьянмада болған. Энергетикалық сусындар адамзаттың бертінде ойлап тапқан өнер табысы. Алайда олардың құрамындағы заттар жүйке жүйесін ынталандыру үшін бұрыннан пайдаланылып келеді. Сусынның бір құтысынан бар, шаршағаныңыз кетіп, ұйқы құсу басылып, жаңа әрекеттерге дайын боласыз. Энергетикалық сусындардың зияны жайлы естісек те, олардың нақты қандай зияны бар екенін біле бермейміз. Энергетикалық сусындарды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Максималды мөлшер күніне 2 құты сусын. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамындағы қан деңгейінің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Энергетикалық сусындар Франция, Дания және Норвегияда ресми түрде рұқсат етілмеген және дәрі ретінде тек дәріханаларда сатылады. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ешқандай энергия жоқ, ол тек энергия қоздырушысы. Яғни біз өз энергия қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме, кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамындағы кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады, бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді.